Қайырлы күн баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдек осындай жұмсақ, шар сияқты әдемі болып пісетін бауырсақтардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар, және де видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Менде 150 грамм сүт, және дәл солай суымызды да 150 грамм су құйып аламыз бөлме температурасында. Және үстінен ашытқымызды саламыз, қантымызды салатын боламыз. Әр қоспаны салған сайын араластырып тұрамыз осылай арасында. Бір дана жұмыртқамызды саламыз, және тұзымызды саламыз. Және майонез немесе қаймақпен алмастыруға болады. Майонез әдемі дәм беретін болады. Міндетті түрде майонезді салуды ұмытпаңыздар. Енді сұйық майдың жартысын ғана құйып алдым, қалған бөлігін кейінірек қосатын боламын. Енді қамыр ұнымызды аз-аздан салыңыздар, тым қатты болып кетпесін, сондықтан аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ең әуелі осылай венчикпен араластырып дайындап алдым, әрі қарай қолыммен жақсылап жұмсақ етіп қамыр дайындап алдым. Міне дайын болды. Енді үстінен қалған сұйық майымызды құятын боламыз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ болып, жылтыр болып шығатын болады. Міне бір қайтарып алдық. Енді бетін жауып, көтерілгенше 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды, 2 есе көтеріліп. Енді үстелімізге ұнды себе отырып, қамырымызды түсіріп аламыз. Міне жабыспай түсті. Енді осыны 2-ке бөліп жасасаңыздар да болады. Мен осылай үлкендеу етіп ыңғайлы болғандықтан бір суаланы қайтара жайып алатын боламыз. Егер қолыңызға жабысып жатса, ұн себе отырыңыздар аздап. Орташа қалыңдықта жаятын боламыз міндетті түрде. Міне осылай орташа қалыңдықта жайып алдық. Міне осылай. Енді әртүрлі формамен немесе стаканның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Менде осындай форма болғандықтан осымен кесіп алдым. Түгелімен барлығын кесіп болған соң, шетіндегі қамырларымызды алып, қолымызбен бір зуалай етіп илеп аламыз да, келесіде тағы да жайып алатын боламыз. Бауырсақтың асты жабысып қалмас үшін осындай матаның үстіне қоюымыз қажет, және де арасын ашық етіп, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Міне дайын болды бауырсақтарымыз. Енді орташа отта қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Осы жерде газымыздың асты орташа болуы керек, себебі газымыздың асты қатты болып кетсе, бауырсақтарымыз күйіп, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Ал егер жай болып тұрса, майлы болып, тым майлы болып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіріп алыңыздар. Міне осылай қызартып пісіріп аламыз. Және бауырсақтарымыз піскен соң артық майды алу үшін қағаз майлыққа түсіріп алатын боламыз. Міне осылай сүзіп алып, және де келесі бауырсақтарымызды дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Енді келесін салып аламыз осылай. Достар, осы рецептпен шелпегімізді де, және де сосиска в тестемізді де жасасақ өте дәмді болады. Мен осы көп жасаймын осы рецептпен. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтарымыз өте дәмді болып, көтеріліп пісіп шықты. Дәл осы құраммен жасап пісіріп көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді.